Сәлеметсіздер ме? Мына сүттің қорабынан алынған қақпақтар. Бұл бәрі, қақпақтардың бәрі майо деген сүттен. Бәрін бір-бірімен жалғастырып, қақпақтардың бастарын конструктор ретінде қолдануға болады. Бұл бәрі айналады. Бәрі ағытылады. Мойны ұзын, қазір мынау керікке ұқсайды. Бірақ басында бұл жануар робот болған. Мынау бізде робот. Бұл робот түрін өзгерте алады. Қазір көрсетемін. Өзгертілген түрі қысқартылған, ағытылған детальдері. Мынау түрін өзгертті. Ортасынан алып тастауға болады. Мынаған жалғауға. Бәрі айналады. Бұрылады бізде. Басы да айналады. Мынаны да басы айналады. Тек қана мына корпусы ғана бекітілген. Қалғандары бәрі. Мына деталь кішкене өзгеше. Бұл айраның қақпағы. Фудмастердің. Мына детальдарды қазір тағы да басқа түріне өзгертіп көрсетемін. Детальдар өзгертілген. Қазір мынау роботтан Майнкрафттағы голем деген персонажына ұқсатып жасатылғаны баламның өзгертіп. Мынау мойны қысқартылған түріндегі жануар. Универсалды, бәрі ағытылады. Мыналардың бәрі айналады, алынады. Бәрін шашып тастап қайтадан жинайды. Неше түрлісін жасайды. Осындай сүттің қақпақтарынан конструктор.